Қазақ тілі пәні тақырыбы ю әрпінің жазылуы. Бейнежазбаны көр. Ю дауысты дыбыс. Ю қосарлы дыбыс. Ол бізге орыс тілінен енген әріп екен. Ендеше барлығымыз ю дыбысы кездесетін мысалдарды бірге оқып көрелік. Ою, ой-у, үйю, үй-у, жаю, жай-у, қою, қой-у, ойу, ойю. Жарайсыңдар балалар. Қазақ тіліндегі сөздерде и дауысты и әрпінен соң у әрпі жазылмайды. Ю әрпі бірден жазылады екен. Қанеки, мысал келтіріп көрелік. Қи, қию. Ки, кию. Ти, тию. Өте жақсы. Есіңе сақта. Оқушылар, суретте парашют берілген. Яғни қазір сендер сол туралы мәтін оқисыңдар. Кітаптың 32-ші бетіндегі 67-ші жаттығуда парашют мәтіні берілген. Яғни бірінші тапсырма мәтінді түсініп оқы. Екінші тапсырма мәтіннің алғашқы 3 сөйлемін көшіріп жаз. Дәптермен жұмыс. 69-шы жаттығу 33-ші бет. Есіңе сақта, сөздегі и әрпінен соң у жазылмайды, ю әрпі жазылады. Мысалы, қию, кию, жию.